Сіздерді алда келе жатқан Наурыз мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Отбасыларыңызға амандық, бақыт, береке тілеймін. Бүгін мен сендерге қазақтың ұлттық тағамдарының бірі жент жасауды үйретемін. Ол үшін бізге талқан керек. Талқан жүгерінікі болады, бидайдың талқаны болады, қуырылған тары болады. Мен бұларды алдын ала қуырып дайындап қойдым. Тағы бізге печенье ұнтағы керек. Мен қандай печеньесін алып ұнтақтадым. Сосын бізге кішкене қант и сары май. Ең алдымен біз осы барлық өнімдерді таза ыдысқа салып аламыз. Енді бұларды жақсылап араластырып, кішкене қант саламыз. Қанты өте көп болып кетпеу керек, себебі талқанымыздың өзі өте дәмді. Талқанның бір жағынан өте тоқ тамақ деп есептейді. Енді жемсіз, мен ойлаймын, ешқандай қазақтың дастарханы болмау керек. Бұны мереке күндерде ғана емес, күнделікте чайға тәтті ретінде жасап қоюға болады. Енді біз бұған майымызды салып, қолымызбен араластырып аламыз. Енді біздің жентіміз дайын болды. Енді бұған өз талғамдарыңызға қарап, ішіне кишмиш, бал, орех сондайларды қосуға болады. Енді бұны 15 минутқа біз холодильникқа салып қоямыз. Қыздар, енді біздің жентіміз дайын болды. Бұл жентті біз негізгі тамағымыздан кейін десертке қоюға болады. Қазақ халқында негізгі тамақтан кейін етке сорпа бетке деп бір шыннан сорпа ұсынады. Енді қазіргі бүгінгі таңда ол тамақ ұмытылып кетті. Осы сорпаға бір түйір мұзды салса, бұл жаңа бір тағамда түр деп шығады. Бұл томыртқа дейді. Томыртқа деген қазақ халқында сусын ретінде немесе ас ретінде тартылады. Сорпа ішкен кезде біресе суық, біресе ыстық дәм шықса, бұл сорпаға ерекше бір дәм береді дейді. Ежелгі халқымыз бізге үйді аңсаған адам. Жоқ, бізге енді майлы омыртқа, көзден үшті томыртқа деп айтқан екен. Сендерді бүгін қазақ халқының ұлттық тағамдарымен таныстырдым. Бұл бізге жент, тамақтан кейін десертке томыртқа, сорпаны томыртқа жасау, бешбармақ, бауырсақ және сары май. Бұл тағамдарсыз қазақ халқының дастарханын көз алдыға елестетуге болмайды. Астарыңыз дәмді болсын.